Бүгін бірге кешкі ас дайындайық. Әдеттегідей десерттен бастаймыз. Бұл жолы менде ленивые синабоны. Ал басты тағамға сёмга, сол үшін алдымен маринадтап қойдым. Оған дейін жеңіл, пайдалы қытырлақ салат әзірлейміз. Бұл салаттың ерекшелігі грузиндық соуспен ұсынғым келеді. Оның описанияға рецептін барлығын сіздер үшін жазып қалдырамын. Өте дәмді, жеңіл салат тез дайын болады. Осы жолы балықты брокколиден жасалынған нәзік пюремен ұсынғым келеді. Бір келкі масса жасап жақсылап езіп аламыз. Одан кейін маринадталып тұрған балығымды да екі жағынан жақсылап қуырып алдым. Оған дейін сусынға әдеттегідей менің ең сүйікті жеңіл дайындалатын, сергектік сыйлайтын дәмді лимонадымды дайындадым. Осымен кешкі ас дайын, барлығын дастарханға жайып, тағамдарды тәбетті ашатындай етіп жақсылап ұсынамын. Десертке дайындаған ленивые синабоны рецептін келесі видеоға саламын, сондықтан белсенді болыңыздар. Ал мен күнделікті осындай тағамдар дайындағанға азық-түлікті Freedom Super App приложениясынан заказ беремін. Шамамен бір 50 мыңға шығатын осындай продуктыны мен ол жақтан бар болғаны 30 мыңға алдым. Себебі қазір 55%-ға дейін жеңілдіктер, 25%-ға дейін кэшбэк болып жатыр. Сондықтан қазір приложенияға кіріп көріңіздер обязательно. Өте көп дүние табасыздар еще күшті скидкамен.